Жастық шақ қайталанбас қызығы қас пен көздің арасында демде өте шығатын мастық шақ екен. Мен отанымды қорғау алдындағы парызымды түбегейлі орындап, әскерден үйіме аман есен оралдым. Көп ұзамай әкем мен шешемнің талабын екі етпей, ақ батасын алған күйі мектебімде өзімнен 3 сынып төмен оқыған бір қызбен үйленіп, шаңырағымды құрдым. Әйелімді сүйгендігімнен емес, жай ұнатып қана ала салғандығымнан, менің оған деген сезім жылдан жылға суып сала берді. Ортамызға жоспарлап жасаған 3 баламыз да қаншама рет арамызда ажырамайтындай етуге тырысып баққандарымен, қошақандарымның балдай тәтті қылықтары, менің суық қанды талпынысым іргелі-іргемізге бір тұтас көпір бола алмады. Әрине, бәріне тек өзім ғана кінәлімін. Әйелім мені барынша төбесіне көтеріп, тамағымды уақытында әзірлеп, киімдерімді күнара жуып, үтіктеп тұрды. Анамның алдында зыр жүгіріп, көңіліне шығуға тырысқанын байқап, мен де бір махаббаттың сезімі болмаса да, әйеліме деген сырттай сүйсінудің белгісі байқалатын. Қылшылдап тұрған 40 жасынан кейін мен өзімді мүлде тани алмай қалдым. Мен алқашта, нашақорда болмадым. Жиі қаңғыратын шығардым. Бай қайтыс болған, күйеуімен ажырасып кеткен әйелдерді аңдып, жүрген жерлерін назарымнан қалыс қалдырмадым. Есілдерді араққа өс, ішімдікке бола еменбей жата салатын арзанқол қатындарды шағалап жүріп, үйге қонбайтын сорлы күйге түстім. Емшек берген ар жат, еңсе берген бер жат. Иә, дәл осы мақал тура мен сияқты ар намысына жұрдай болып айырылған, айрандай үйіп отырылған, шырқы бұзылмаған жанұясын тастап, бірақ күнде өзге қатынның құшағынан табылып, соңынан кете баратын қадірсіз еркексымақтарға арналған ғой. Тілімде тесікке бола, сау басы дуаланып, өзі махаббатпен істетіп жатып таптыртқан бауыр еті баласынан безіп, анасының аппақ сүтін аяққа таптаған, бейкүнәнің рөлін сомдаған нағыз қансыз оңбағанның бірі мен қыз күйінде аялап алған әйелімді бағалай алмаған бейбақпын. Әйелім асқан сұлу болмаса да, асқан ақылды екеніне көзімді жеткізгенін тым кеш мойындаған оңбағанмын. Қанша дегенмен сезімтал әйел емес пе? Ойыма келген істесем де, менің иттігімді де, боқты сөздерімді де, қаңғыбастығымды да мыңқ еткізбей көтере білді. Басында екеуміз қатты ұрыстық. Бірақ ол маған тақырыптан ауытқан ауыр сөздерді айтпай, жанды жерімді жаншыған емес. Мен көрінген қатынмен қыдырып кететінімді көре тұра, бір ретте болсын ажырасам кетемін демеді. Мен оны осы сенімділік қасиет үшін елуге келгенімді қайта іздеп сағынып сүйіп қаларымды да білмеппін. Жиіркенішті жүргіштігімнің салдарынан жасы менен әлдеқайда үлкен, балалары ер жетіп үйлі баранды болып кеткен әкке әйелдің қақпанына түстім де қалдым. Екеуміз төсектің шаңын шығарып жатқанда әйелім байқұс үнсіз ғана балаларымды жетілдіріп жатты. Нәтижесіз екенін көріп, маған қоңырау шалуын да біртіндеп азайта берді. Әкем мен шешеммен қан жерден ұрысып сөккенімен, үйіңе оралсаң түк болмағандай қарсы алып жыл қабылдап, ары қарай бір дастархан басынан ас ішіп әңгімелесіп отыра береміз деп ақты сөздерін айтты. Сол күннен бастап үйдегілер мені іздеулерін тоқтатты. Мен болсам, өзімнен үлкен әйелмен бірге тұрып жаттым. Ойыма түскенде арасында бала-шағамның фотоларын әлеуметтік желілерден тауып алып, мауқымды басатын. Бірақ үйге қайтуға дәтім де, бетім де шыдамайтынын түсіндім. Арада жылдар өтіп жатты. Бірге тұратын әйел мені орынсыз қызғанып, себепсіз боқтайтын шығарды. Әйелімді, балаларымды қызғанған түр шығар деп шыдамай оны ұрып тастадым. Ара қатынасымыз күннен күнге шынап сала берді. Беті мен мойнын әжім басқан сайын, оның мен үшін енді қызығы да қалмаған сезіндім. Екеуміз басқа қалада тұрғандықтан үйіммен байланысқа шықпай қойдым. Сөйтіп бір күні жұмыстан үйге қайтып келе жатсам, жаныма қап-қара Lexus 470 маркалы автокөлік зулап келіп тоқтады. Зәрем ұшып шетке тығыла бердім. Кім екен деп қарасам, рөлде тұла бойы тұңғыш ұлым отыр екен. Түрін жазбай таныдым. Артқы орындықта ортаншы ұлым мен кенже қызым отыр екен. Қатты ыңғайсызданып қалдым. Әке, қалыңыз қалай? Сізді әрең іздеп таптық қой, деп үлкен және ортаншы ұлыммен қоса кенже қызым да сыртқа атып шықты. Жан-жағыма қарап үлгергенімше болған жоқ. Үшеуі де мені сондай бір ыстық құшақтай жөнелді. Не деген ит едім деген ішкі
күйігім сыртқа бұра-бұра тергенде шығып тоқтаусыз төгіліп сала берді. Бүгін менің үйлену тойым, жүріңіз тойыма, деді үлкен ұлым. Япырая, бетімдей ғана ұл еді ғой, енді міне үйленетін ер азаматқа айналған ба деп таңданысымды жасыра алмадым. Аузыма құм құйылып, тіпті сөйлей де алмадым. Әке, кешірімді сұрамаңыз, ақталуыңыз да қажеті жоқ. Сіздің бізге жарық өмірге келуге себепкер болғаныңыз үшін шексіз қарыздармыз сізге, деп ортаншылым отырыңыз дегенді ыммен білдіріп Лексустың алдыңғы есігін маған қарай айқара ашты. Көргенім түстей болып, екі бетім бозарып, көлікке әзер отырдым. Әкешіме жолай жақсы бір қымбат костюм шалбар алайық деп едік қой, деді қызым. Иә, сәл болмағанда ұмытып кетер едік. Айтқаның жақсы болды ғой, деп үлкен ұлым көлігін одалдады. Қара басымның қамын ойлап қарауға да жарамай, теріс айналған балаларым менің сатқындығыма да қарамастан әке деп еш жүрегімді елжірету есімді мүлде тандырып тастады. Шешелерің қайда деген сөздің қалай аузынан шығып кеткенін де байқамай қалыппын. Анамыз тойханада, тойханмен жүгіріп жүр дегенде одан сайын ұятына жерге кіріп кете жаздадым. Сөйтіп не керек? Балаларым мен итальяндық бутиктердің біріне кіргізіп, шырттай қып киіндіріп тұрып тойхананың алдына алып барды. Сонша жылдан кейін араластық үзіліп қалғандықтан не дерімді білмей автокөліктен әзер түстім. Құлыным-ау, келдің ба? Деп алдымен әкем мен шешем мені жоғары құрметпен қарсы алды. Ештеңе ақталма, еңсеңді биік көтер, деді әкем. Біздің алтын келін сені ешқашан жамандаған емес, жамандауға себеп те берген емес. Біз де ол да сені баяғыда кешіріп қойғанбыз, деді әжем басқан қолымен арқамнан қағып жатып. Сенің орның анау төрде, сол жаққа барып келінмен бірге отыр, деді анам мен отыратын жерді қолыммен ұстап. Үнсіз ғана сол жерге келе жатыр едім, тура қарсы алдымнан сондай келісті киініп әдемі әрленген өте сұлу әйел ұшырасты. Аяғынан төбесіне дейін аузым ашыла таңғалып қарап қалыппын. Сұлу келіншек менің бұрынғы әйелім екенін бірден таныдым. Мүсіні қыпшаланып, өңі тіпті ажарланып кеткен. Қалың қалай ардақтым, деді бұрынғы әйелім сондай жылы кейіппен қолын ұсынып. Жақсы, дедім тілім күрмеліп. Одан басқа ештеңе де сөйлей алмадым. Сол сәтте менің әйеліме деген соған сезім лап етіп қайта жанды. Әдемілігіне көз сипаттауға сөз жетпейтінін сезіндіріп түріне ұзақ қарап тұрдым. Ол да маған жанарын тіктей берді. Сөйтіп жұмыстан қайтып бара жатқан жерімнен ойда жоқта үлкен ұлымның үйлену тойынан бір-ақ шықтым. Құда ретінде маған сөз кезегі келгенде көңілім босап кетіп, жиналған қонақтардың алдында жылап тұрып бала-шағамнан шын көңіліммен кешірім сұрадым. Отырған қонақтар орындарынан тұрған күйі тоқтаусыз шапалақтап, менің бұл қателігімді кешіріңдерші дегенде қолдауларын көрсетіп жатты. Меймандардың көзінен қайран қалып таңданысын жасыра алмағанның белгісіндей болып көрінген ағыл-тегіл қуаныш жасы ағып жатты. Ал мен болсам, келесі күні заттарымды түгел жинадым да бірге тұрып жатқан әйелмен біржолата қоштасып, қара шаңырағыма қарай асықтым.